Баршаңызға сәлем. Бүгін тағда Аллах тағаланың қалауымен сіздермен қауышып отырмыз. Осыған дейін біз Аллах тағаланың 1 мен 45 аралығындағы көркем есімдерінің қасиеттерін айтқан болатынбыз. Ендеше осы видеода 46 мен 48 аралығындағы Аллах тағаланың көркем есімдерін айтатын боламыз. Алдымен каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны пайдасы тиер деген достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Аллах тағаланың 46-шы көркем есімі Әл-Уәсиғ, кең пейілді, бәрін қамтушы, толық мағынасы қоршап алушы, толтырып салушы. Ол өз құлдарын ризықтарымен бөлейді, мәрхаметін тақуа құлдарына төгіп байытады екен. Ал Әл-Уәсиғ есімінің қасиеттеріне келетін болсақ, Әл-Уәсиғ деп көп қайталап жүрген адамның ризық несібесі мен білімі артатын болады. Егер таршылық болатын болса, дереу мол ризық несібе есігі ашылады. Әл-Уәсиғ есімін көп қайталайтын адамның жүрегі тыныштыққа кенеледі. Сонымен қатар, мол ризық несібеге қол жеткізеді. Сонымен қатар, Әл-Уәсиғ есімінің арабшасын қағазға жазып, дүкенге, кассаға, әмиянға, мекемелерге іліп қоятын болса, ол жерге Аллах тағала мол береке беретін болады. Және де кімде-кім осы есімді 137 рет қайталайтын болса, Аллах тағаланың қолдауымен дені сау, ғұмыры ұзақ және ризық несібесі мол болады екен. Сонымен қатар, Я Уәсиғ деп көп қайталап жүрген адамның мінезі көркемделеді екен. Және де бір нәрсеге деген тойымсыздығынан арылып, кең пейілді бола түседі екен. Келесі 47-ші көркем есім Әл-Хаким, даналық иесі. Толық мағынасы даналық иесі, қате жасаудан пәк. Қате жасау оның даңқына сай келмейді. Ол әр нәрсені өз орнына қояды. Әл-Хаким есімінің қасиеттеріне келер болсақ, бірінші қасиеті кімде-кім осы көркем есімді күн сайын 78 рет қайталаса, ілім мен даналық иесі болады. Және істерін даналықпен істейтін болады екен. Екінші қасиеті Я Хаким деп көп мәрте қайталауды әдетке айналдырған жанға Алла тағала білім мен хикметтің есігін ашады екен. Келесі есім Әл-Уәдуд, сүйуші. Толық мағынасы ізгілік іштеуші, сүйуші, мақұлықтарын жақсы көреді. Сөйтіп, ол мархаметі мен мейірімі және ризықтары арқылы өзі туралы білдіреді. Әл-Уәдуд есімінің қасиеттеріне келер болсақ, кімде-кім осы есімді күн сайын 20 мәрте қайталаса, адамдардың сүйіспеншілігіне бөленеді. Барлық жерде құрметті болады және басқалардың дұшпандығы кетіп, арада достық сезім орнайды екен. Екінші қасиеті ренжіскен жандардың арасын жарастыру үшін дастархан дайындап, ондағы тамақтардың біріне Я Уәдуд деп 1000 мәрте оқып, ол тамақты араз болып жүрген адамдарға жегізсе, татуласатын болады екен. Аллах тағаланың көркем есімдерін танып білуге кеткен уақытыңызды Аллах тағала береке мен сауаптарға толтырсын. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, пайдасы тиер деген достарыңызға видеоны жіберуді ұмытпаңыз.